Жер кодексіне енгізілген өзгерістер аграрлық сектордың дамуына айтарлықтай ықпал етеді. Мемлекет басшысы бүгінгі мақаласында бұл жайтқа да кеңінен тоқталып өткен. Ауыл шаруашылық жерлерін жекешелендіру арқылы оның тиімділігі артады. Қосымша инвестиция тартудың мүмкіндігі кеңейеді делінген мақалада. Бұл жаңалықтарға көпшілікпен бірге қостанайлық шаруалар да қолдау білдіріп отыр. Астық өңірде шамамен 10,5 миллион гектар егін алқабы жекеменшік иелігіне өтпек. Жер бағасы кадастрлық құнынан 50% төмен және 10 жыл мерзімге бөліп төлеу қарастырылған. Мұның сыртында мемлекет қорындағы 6 миллион гектар жерді аукцион арқылы сату көзделіп отыр. Правильно президент говорит, надо доступно. Президент дұрыс айтады, тиімсіз құрылымдардан арылуымыз керек. Саланы қолдаудың жаңа шарттарын қарастыру қажет. Жер кодексінде оң өзгерістер көп. Қазір таңдау өзіңде, жерді сатып аласың ба, жалға қалдырасың ба. Сондай-ақ шетелдіктерге жалға беруге, өзге мақсаттарға пайдалануға рұқсат берілген. Бүгінде әркім өзіне оңтайлы жағын қарастырып жатыр.